Ясин сүресі Құранның жүрегі. Құранның жүрегі деген атқа ие. Ясин сүресінің пайдасы өте көп. Кімде-кім Ясин сүресін таңда оқыса, күндізгі қажеттілігін Алла өзі өтеп береді. Кімде-кім кешке оқыса, түнгі қажеттілігін Алла өтеп береді. Ясин сүресі сонда бір берекелі сүре. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: мен осы Ясин сүресінің әрбір мұсылманның жүрегінде болуын қалаймын дейді. Ясин сүресінің әрбір мұсылманның жүрегінде болуын қалаймын дейді. Сондықтан иншалла Ясин сүресін жүрегімізге қондыруға, жаттауға иншалла ниет қылайық. Енді осы Ясин сүресінде ауыл тұрғындары деген қисса бар. Ауыл тұрғындары деп атайды бұл қиссаны. Сонау 600 пайғамбарымыз дүниеден келместен бұрын, 600 жыл бұрын Иса алейхиссалам дүниеге келеді. Иса алейхиссалам өзінің дағуатын жүргізеді. Көптеген сахабалары артына ереді. Сөйтіп, Иса алейхиссалам бір ауылға 2 шәкіртін жібереді. Сол ауылға 2 шәкірті барып, уағыз қылады. Аллаға серік қосудан тыйып, жалғыз Аллаға сенуге шақырады. Ол 2 елшісін, шәкіртін халқы қуып жібереді, тыңдағысы келмейді. Сосын Алла жаңағы Иса алейхиссалам тағы да 3-ші адамды қосып жібереді. 3 болып барады. Сөйтіп, ауылға кірмес бір шет жақта тұрған бір үйге кірсе, 3 шәкіртті сол ауылға дін жеткіземіз, Алланың ақиқат дінін жеткіземіз деп барады ғой. Сол шетте тұрған бір үйде алапес аурумен ауырып жатқан Хабиб деген адам болады. Хабиб деген. Ол Хабиб Наджар деген ағаш ұстасы болады. Ағаш ұстасы. 70 жыл бойы пұтқа табынып келген. Пұт. Яғни бір қолдан жасалған, тастан жасалған, ағаштан жасалған құдайға табынып келген өздерін. 3 елші сол адамнан бастайды. Пәленше, мынау сенің денең не ол дейді. Денемде ауру тарады осындай, 70 жыл бойы құтыла алмай жүрмін дейді. Сол кезде айтады әлгі шәкірттері: сен ислам қабылда дейді. Алланы мойында дейді. Жалғыз Алланы мойында, құдірет иесі екенін мойында, ла иляха иллаллах калимасын үйретеді. Аллах тағала мына сенің үстіндегі бәрін нәрсені кетіреді. Аллах құдірет иесі дейді. Сол кезде ол таңғалады. Дейді, мен 70 жыл бойы құдайларым істей алмаған нәрсені сендердің Алла, сендердің Раббыларың қалай кетіреді? Сол кезде 3 жақтан оны уағыздайды. Әлгі Хабиб деген түсінеді. Шынайы исламды түсінеді. Шынайы Алланы таниды. Жалғыз күшке ие тек Алла екенін түсінеді. Мына пұттан ешқандай пайда жоқ екенін түсінеді. Сөйтіп жалбарынған қаде Алладан сұрайды: Алла, мына аурудан маған шипа берші. Мына үстімдегі дертті кетірші деп дұға қылады. Сол кезде 1-2 күн арасында оның дүниесінің бәрі ауру кетеді. Сөйтіп әлгі 3 шәкірті қаланың ортасына қарай жүреді. Бүткіл халықты жинап алады. 3-еуі уағызын бастайды. Не дейді? Қалу инна илейкум мурсалун. Бізді сендерге Алла жіберді. Олар не дейді? Қалу ма антум илля башарун мислуна дейді. Жоқ дейді, сендер біздер секілді адамсыңдар дейді. Уама анзалар рахману мин шей. Құдай тағала еш нәрсе түсірген жоқ дейді. Ин антум илля тагдимун, сендер өтірік айтасыңдар.
Сол кезде ол халқы не дейді? Инна татайяна бикум. Біз сендерден бір жаманшылық сезіп тұрмыз дейді. Егер тоқтатпасаңдар, уағыздарыңды тоқтатпасаңдар, біз сендерді таспен атқылап өлтіреміз дейді. Біз тарапымыздан сендерге адабун әлем, жан түршігерлік азап тиеді дейді. Сақ болыңдар дейді. Ескертеді бүткіл ауыл жинау. Ал олар болса өзінікін дәлелдейді. 3 шәкірті елшісі. Сөйтіп халқы жаңағы 3 елшіні тыңдамай тас боран қылып атқысы өлтіргісі келіп жатқан кезде қаланың шет жағынан жаңағы Хабиб деген жігіт, алпес аурумен ауырған жігіт жүріп келеді. Ваджаа мин ақсал мәдинати раджулун яс'a деп Құранда айтады. Шет жақтан жүріп келді дейді. Жүріп келіп айтты дейді. Қала я қауми иттабиғул мурсалин. Ей қауымым, мына елшіге еріңдер дейді. Иттабиғу ман ла яс'алукум ажра. Олар сенен ақша сұрамайды дейді. Уахум мухтадун дейді. Олар тура жолда жүр дейді. Ва ма ли ла а'буду аллази фатарани ва илейхи туржаун дейді. Неге мені жаратқан Аллаға мен құлшылық етпейін дейді. Сендер бәрін Алланың алдына барасыңдар ертең дейді. Аттахиду мин дунихи алиха дейді. Мен Алладан басқаны қалай құдай қылып аламын дейді. Егер маған Алла зиян қаласа, мына сендердің пұттарың, сендердің құдайларың ешқайсысы маған пайдасын тигізбейді дейді. Егер маған Алла жаманшылық қаласа, сендердің пұттарың маған пайда тигізбейді дейді. Мен олай істейтін болсам, Аллаға серік қосатын болсам, мен адасқан боламын дейді. Инни аманту би роббикум дейді. Мен сендердің Раббыларына иман келтірдім дейді. Сол кезде айтады да, мен иман келтірдім. Тыңдаңдар мені дейді. Сол кезде алады да оны бүткіл халқы, қауымы бірігіп таптап тастайды. Аяқпен езгілеп тастайды. Содан ол мерт болады. Сонша езгілегені соншалық тәпсірде келеді, ішкі құрылысы құйрығынан шығып кетеді дейді. Сондай таптап тастайды бәрі. Ал Аллах субхана тағала не істейді? Оның мүбарак денесін таптатқызбайды. Олардың аяғы тиюге жақын қалған кезде Аллах субхана тағала Хабибтің жанын алып кетеді. Қилат хулил жанна дейді. Алла тағала осы сүреде екінші бетінде қилат хулил жанна дейді. Жәннатқа кір деп айтты дейді. Бірден жәннатқа кіреді ол. Жәннатқа кіргенде ол жәннатқа кірмейді, бірден жәннаттың бір бақшасы болады. Сол бақшаға кіреді. Сол бақшада отырып Хабиб не істейді? Я лайта қауми я'ламун. Менің қауымым білгенде ғой. Қалай мені Алла кешіргенін, Алла мені қазір қандай сыйлықтармен, жақсылықтармен мені бөлеп жатқанын олар білгенде ғой дейді. Жәннаттың өзіне кірмесе де жәннаттың бар бақшасына кіреді. Сол кезде Алла сода не істейді? Ва ма анзална аля қаумихи мин ба'дихи мин джундин минас самаи ва ма кунна мунзилин. Сол жаңа Хабибтің қауымына дейді, біз аспаннан әскер жібермедік дейді. Жібергіміз де келмейді дейді. Яғни періштелерді жібермедік дейді, құрт жіберсін деп. Сол ауылда. Ин канат илля сайхата вахида дейді. Тек қана бір періштені жібердік дейді. Ол періште сайха вахида дейді. Қатты айқайлады дейді. Фаида мухаммедун. Бәрі тынышталып қалды дейді. Өшіп қалды дейді. Сөйтіп бір ауылдың тұрғындарын Алла субхана тағала бір айқаймен жойып жібереді. Не үшін? Елшіге, пайғамбарға ермеген үшін. Не үшін? Шынайы ықыласты мүминді азаптап өлтірген үшін. Не үшін? Хаққа бой ұсынбаған үшін. Пайғамбарлардың артынан ермеген үшін. Сондықтан бұл бізге де мінеге, біз келген елшіні қабылдап, оған иман келтіріп, оған сеніммен қарауымыз керек. Біздің соңғы пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бұны не үшін айтып жатыр Аллах тағала? Мүшриктерге айтып жатыр, Меккенің арабтарына айтып жатыр сол кезде. Мына қараңдар дейді. Ертең мына Мұхаммедке сендер сенбесеңдер, сендердің жағдайың осындай болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқып жатады. Сол кезде мүшриктер жиналып, араларында көсемі Абу Жахил деген. Қараңдар, мен не істеймін дейді. Барады да түйенің
шек қарын пайғамбар сәждеде жатқан кезде үстіне қойып қояды. Пайғамбар сәждеде жатыр. Содан кейін Фатима анамызға ескертеді, сенің әкене осындай істеп жатыр Қағбаның қасында деп. Фатима анамыз жүгіріп келеді. Жүгіріп келеді де үстіндегі қарынның боқтың бәрін шығарып, пайғамбарымыз салсам үстін сүртеді. Сол кезде пайғамбар қолын көтереді. Я Аллахым, аналар бәрі тыңдап тұр. Абу Жахилдің жазасын бер дейді. Соның қасындағының есімін айтады, оның да жазасын бер. Үшінші адамда жазасын бер дейді. Төртінші адамда жазасын бер дейді. Сөйтіп дұға қылады. Бадыр соғысында сол айтылғанның барлығы да масқара күйде өледі. Масқара күйде өледі. Масқара күйде өледі. Сондықтан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бізге келуі бізге үлкен нығмет. Біз адасып жүретін едік. Дін болмағанда, ислам болмағанда, мұсылманшылық болмағанда, намаз болмағанда, пайғамбар болмағанда біз адасып жүретін едік, ақ пен қараны ажырата алмай. Жүретін едік бұрынғы күймен, сол іші, шегі, түл жаманшылық жасап жүретін едік. Айуаннан да бетер азып кететін едік. Сондықтан Алла субхана тағала бұл ислам нығметін, дін нығметін, намаз нығметін біз түсінуіміз керек та. Альхамдулилля. Сондықтан Алла субхана тағалаға көптеген шүкіршілік, мақтаулар айтайық, бізді осы мұсылман қылғанына, иншаллах. Ва ахмду алхамдулиллахи раббил аламин.